Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Түскі асқа не дайындарыңызды білмей отсаңыз, видео соңына дейін менімен бірге болыңыз. Ол үшін 4 дана картопты ашып, жуып отқа қоятын боламыз. Келесі кезекте ыдысымызға жылы су, 200 мл жылы сүтті құямыз. Және де үстіне ашытқымызды қосып, алдын ала електен өткізілген ұнымызды араластыратын боламыз. Ұнымыздың барлығын салып болғаннан кейін үстіне тұз қосуды ұмытпаймыз. Қамырларыңыз сұйық болып жатса, менікі сияқты кішкене ұн қосып жіберсеңіздер болады. Қамырымыз қоюлана бастағанда қолмен илейтін боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Дайын болған қамырды 20 немесе 30 минутқа тұндырып қоятын боламыз. Қамырларыңыз қаязып қалмас үшін мен сияқты арнайы осындай салафандармен орап қойсаңыздар да болады, немесе бетін жауып қойсаңыздар тіптен жақсы. Ал енді салмасын дайындау үшін жаңағы отта тұрған картопымызды алып, үстіне тұз және бұрыш салып езетін боламыз. Және де картопымыз құрғақ болып қалмас үшін кішкене сүт қосып жіберсеңіздер тіптен жақсы. Бірақ бұл міндетті емес. Ал салмамыз дайын болғаннан кейін тұнған қамырымызды алып 8 бөлікке бөліп шығамыз. Негізі қалауларыңызға қарай 4 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Дайын болған қамырларымызды бір-бірден жұқа етіп жаямыз. Меніңкі орташа қалыңдықта болды, бірақ сіздер жұқа етіп жайсаңыздар, қытырлақ, қатпарлары көп, өте дәмді болып шығады. Мінекей сары майымызды алып, бір-бірден ортасына жағып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай мен жаңағы 8 бөлікті 4 бөліктен 2 түрлі бәліш жасадым. Ал сіздер 2 бөліктен 4 бәліш жасасаңыздар да болады. Ал міне дайын болған қамырымызды тағы да оқтаумен жайып, үстіне майды жағып шығатын боламыз. Осы орайда бізге бокал қажет болады. Бокалымызды қамырымыздың ортасына орналастырып, жаймен орап шығатын боламыз. Бұл не үшін қажет дейтін болсаңыздар, қазір видео соңында көретін боласыздар. Міне осындай 2 бокалымызды жаймен алып, ортасына да жаңағы дайын болған салмамызды салып шығатын боламыз. Салмамызды салып болғаннан кейін бетін жауып, қалың болып кетпес үшін оқтаумен немесе қолмен жайып шықсаңыздар болады. Мінекей біздің бәлішіміз дайын болуға жақын. Көріп тұрғандарыңыздай жұмыртқаны бетіне жағып, 200 градуста 20 минут немесе 25 минутта пісіріп алатын боламыз. Ал мінекей біздің картопты бәлішіміз дайын. Бір дайындағаннан керемет болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз.